Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Айолым Алтынбекова. Қазақстандағы парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарының сайлауына арнайы шығарылым. Қазақстанда мәжіліс пен мәслихат депутаттарын сайлау басталды. Бүгін жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:00-ден бастап барлық сайлау учаскелері дауыс беру үшін өз сайлаушыларын қабылдап жатыр. Сайлаушылар қалалық және облыстық мәслихат депутаттығына үміткер 33 азаматқа өз таңдауын жасап дауыс беруде. Айта кетейік, Сәтпаев қаласында сайлаушылар тізіміне 44.022 адам енгізілген. Сәтпаев қаласында саяси науқанға барынша дайын. Таңғы сағат 7:00-де Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалып, сайлау участоктері таң сәріден өз жұмыстарын бастап кетті. Жалпы қала бойынша 28 сайлау учаскесі жұмыс жасап тұр. Солардың бірі Кеншілер сарайында орналасқан 1837 сайлаушысы бар 293 және 1108 сайлаушысы бар 292 сайлау учаскелері. Аталмыш маңызды күні өз таңдауларын жасауға асыққан қала тұрғындары аз болған жоқ. Солардың бірі қалалық жылу мен сумен жабдықтау кәсіпорнының қызметкері Аманжол Сайлауұлы. Ол жаңа Қазақстан үшін дауыс бергенін айтады. Бүгін алғашқылардың бірі болып өзім дауысымды беруге келдім. Бәріңізге сәттілік, мына сайланып дауыс жинап атқан азаматтарға, азаматшыларға бәріңізге жақсы болсын деп тілеймін. Әр азамат өздері келіп осы сайлауға дауыс берулеріңізді сұраймын. Сәттілік. Комиссия мүшелері келген тұрғындарды мекен жайлары бойынша тіркеуге алып, таңдау жасау үшін бюллетендерін ұстатуда. Участокте мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де арнайы орындар дайындалған. Өткізіліп жатқан сайлаудың өтуден кейін заңсыздықтардың орын алмауын бақылап отырған мамандар да бекітілгенін айта кетейік. Ұйымдастыру деңгейі өте жоғары. Біз дәл қазір Сәтпаев қаласындағы 292-293 сайлау учаскесінде тұрмыз. Таңғы сағат 7-ден өз белсенділіктерін танытып, дауыс беріп жатқандар қатары аз емес. Жалпы айта кетейік, Сәтпаев қаласында 28 сайлау учаскесі кешкі сағат 8-ге дейін өз жұмыстарын жалғастыратын болады. Сондықтан да қала тұрғындарын өз таңдауын жасауға шақырамыз. Алтынгүл Төлегенова, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Қазіргі уақытқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі жаңалықтар топтамасы сағат 13:00-де. Эфирден алыстамаңыздар.